Өткен ғасырдың 80-ші жылдары құмдағы ауылда сабан топырақты иілеп соққан бір қабатты 8 жылдық орта мектепте оқимын. Мамыр айы туған соң мектепте қызу мереке басталады. Әуелі 1 мамыр бейбітшілік күнін атап өтеміз. Одан кейін 9 мамыр жеңіс күні жетеді желпініп. Ауылда соғысқа қатысқан бар жоғы 7-8 ақсақал болушы еді. Біз оқып жүргенде 3-еуі тірі тын. Бір қызығы, осы ардагерлердің бірі Жанғали атамыз жеңіс күні мерекесінде бірде қатысып, бірде қатыспай шеттеп қалып жүреді. Неге олай? Бертінде, яғни 90-шы жылдардың ортасында институт бітірген соң өзім оқыған мектепте 4 жыл қызмет атқардым. Әрі мектептің тәрбие саласына жауапты болдым. Баяғы 9 мамыр жеңіс күнін желпінтіп атап өтуге бел байладық. Ауылда ардагер атаулыдан жалғыз тұяқ Жанғали атамыз қалыпты. Әдеттегідей ақсақалды кездесуге шақырдық. Келді. Әлі есімде. Ақ шалған биік қасын кере көтеріп, тобылғы таяғын ұмсына созып, еденнің жырығына тіреп отырды. Бозторғайдың балапанындай шүпірлеп отырған оқушыларды бір шалып өтіп, мәдени шараны жүргізуші маған бір қарады да, тамағын кернеп алып сөз бастады. Менің соғысқа қатысқаным рас, деп бөртиіп қойды. Тағы да тамағын кернеді. Бірақ тұтқын болдым, деді. Ақсақал осылай деді де үнсіз отырып қалды. Оқушыларға бәрібір. Селт еткен ешкім жоқ. Жәкеннің неге шеттей беретінін сонда барып түсіндім. Қысқасы, соғысқа қатысқан, бірақ немістердің қолында тұтқында болған жалғыз тұяқ ардагермен шұрайлы сұхбатымыз осылай басталды. Үрпиіп отыра беретін мен емес. Енді мен сұрақ қойдым. Тұтқында көп азап шектіңіз бе? Қайдағы азап? Ол бір естен кетпес бақытты күндер ғой. Не дейді? Мына кісі. Тұтқындағы адам бақытты бола ма? Оның ішінде овчаркасы арсылдаған фашистердің концлагері адамдарды тірідей өртеп жатпаушы ма еді? Ақсақалдың мына жауабы басыма боқ күрейтін ерні жырақ темір күрекпен періп кеп жібергендей әсер етті. Мүмкін, қалжыңдап отырған шығар, бірақ қалжыңның адамы емес. Миым әңкі-тәңкі. Оқушыларда бір түрлі бізге таңырқай қарайды. Түрмеде шаттық болмайтынын олар да білетін сияқты. Құрметті тыңдарман, егер де әңгімені тыңдап отырған болсаңыз, каналға тіркеліп, видеоны соңына дейін көріңіздер. Қазақша каналдардың көбеюіне өз үлесіңізді қосыңыз. Ақсақал, шын айтып отырсыз ба? Түрмеде бақытты болдым дегенді? Даусым біртүрлі дірілдеп, жер асты қылуетте зікірлетіп отырған сопының үніндей міңгірлеп шықты. Ардагер көрік кеудесін бір көтеріп алды да, рас айтам, деп нұқтиды. Одан кейін бәрімізге, мен бәрін басынан баяндайын, сендер тыңдап алыңдар, деп көне домбыраның қиюы қашқан үніндей тарғылданып естілетін қоңыр даусымен күңірене сөзін бастады ақсақал. Соғыс басталмай тұрып армияға шақырылдым. Арал станциясынан бізді отарбаға мінгізді. Бір апта жол жүрдік. Түн қараңғысында пойыздан түсірді. Ну орманға алып барды. Ол жерде жаяу әскер қосыны бар екен. Сонда орналастық. 1 жылдан соң соғыс басталды. Шайқасатын қару жоқ. 2 адамның ортасында бір мылтық. Кезектесіп атамыз. 4 күннің ішінде немістер ойранымызды шығарды. Қызыл әскерлер бөлініп орман кесіп кеттік. Не болып жатқанын адам біліп болмайды. Кешікпей қолға түстік. Немістер барлық тұтқынды жаяу айдап үлкен қалаға алып келді. Сол жерден іріктеп, дені сау, жілік майы бүтін жастарды эшелонға тиеп Германияға жөнелтті. Ішінде мен де кеттім. Тұтқындарды Германияның батыс жағында орын тепкен үлкен концлагерге алып келді. Онда жер асты және жер үсті 2 шахта бар екен. Қол аяғымызға кісен салып, тас қопартып қойды. Жұмыс ауыр. Bir күні барлық жұмысшыларды жиып сапқа тұрғызды.
Шамасы 10 мыңдай адам бар екен. Күн салқын, оның үстіне арсылдаған ит жетектеген қарауылдар қаһарлы. Үлкен қаладан құдіретті бастық келіпті. Ол сонау шеттен бастап 4 қатарда орналасқан тұтқындарды жағалай сүзіп келеді. Саптың басында тұрған өзбек пе, қазақ па біреуді саптан шығарып, соститып тұрғызып кетті. Немістер ататын адамын осылай саптан шығарып алушы еді. Құдай сақтасын. Үлкен бастықтың қасында үрейлі қасқырдай бір топ офицер құрақ ұшып жүр. Тура мен тұрған тұсқа келгенде үлкен бастық шүйіліп тоқтай қалды. Еңгезердей адам екен. Жүзі тарғылданып, өңі қуқыл тартқан, бірақ жанары нұрлы сияқты сезілді. Нөкерлерінің біріне мені нұсқап міңгір еткендей болды. Жұлқынып тұрған бір жендет желкемнен бүре ұстап дедектетіп саптан алып шықты. Иманымды үйіріп жібердім. Бірақ үлкен бастықтың көзі маған қарап күліп тұр. «Қазақсың ба?» деп ақырып қалды. Қапелімде аузыма сөз түспеді. Өңімбе түсімбе? Есеңгіреп тұрдым да қалдым. Үлкен бастық: «Ей, қазақсың ба деймін саған?» деп тағы ақырды. Мен «Қазақпын» дедім. Үлкен бастық жымиып иек қақты. Бір офицердің жетегінде дедектеп кетіп барам. Дедектеген күйі штабтың 2-ші қабатындағы кең бөлмеден бірақ шықтым. Алдымда тағы 2 қазақ отыр. Арқаның тарлан бозында жылқы жайып жүріп кездескен қазақтар сияқты шұқырай амандасып жатырмыз. Менің ізімді басып тағы 9 қазақ келді. Барлығы 12 қазақ болдық. Бәрімізді шұқырата айдап барып моншаға түсірді. Шыққан соң су жаңа киім кигізді. Құдаға келгендей ырғап-жырғап қалдық. Не үшін бұлай? Бәрі құпия. Ортамызда жасы 40-тар шамасында Қарақалпақстанның бір қазағы бар еді. Өзі аңқаулау адам. Сол кісі мүмкін бізді тойдырып алып ататын шығар деп сақалын қырып мәз. Мұнда қандай құпия бар? Ана үлкен бастық қазақша қайдан біледі? Мүмкін қазақ емес бе өзі? Әй, қайдам. Көкшегір ақтарғыл қазақ болуы мүмкін бе? Арада 1 апта өтті. Тыңайып алдық. Тамақ тоқ, киім көк. Немістер бізге бұрынғыдай оқты көзін атпайды. Жып-жылы қарайды. 7-ші күн дегенде бәрімізді жеңіл қарауылмен жүк машинаға отырғызып алып жүрді. Тағы бір үлкен қалаға келіп кірдік. Биік дуалмен қоршалған берік қорғанның ішіне әкеп түсірді. Қонақ үйге орналастырды. Тамақтандырды. Түс ауған соң қаздай тізілтіп алып жүрді. Кең сарайды өрлеп келеміз. Жағалай жасауыл қырғын қарауыл. Түпкірдегі бөлменің есігі ашылды. Мәссаған, анау күнгі қазақша сөйлеген фашист көкеміз сонау төрде манаурап отыр. Таза қазақша. «Қане жігіттер, төрлетіңдер» деп күліп қояды. Біз де құрақ ұшып, ассалауды бірінен соң бірін жіберіп жатырмыз. Бастық орнынан тұрып, белдігін түзеп алды да кең кабинетте ерсілі-қарсылы адымдады. Кілт тоқтап: «Қараторғай әнін білетіндерің бар ма?» дегені. «Білеміз» деп шу еттік. Бірінші боп мен сырдың қара торғайын жібердім. Болғанда қасың қара, шашың сүмбіл, албырап екі бетің жанар гүл-гүл. Пейіштің гүл жазира сарайында, сайраған тоты құстай сен бір бұлбұл. Салайын мен әніме қара торғай, халәлә-күләйлім, лиләлә-күләйлім-ай. Бұрын аңғармаппын. Қараторғайдың да түр-түрі көп екен. Сырымбет жақтың бір жігіті арқаның қараторғайына басты. Сонымен кезек-кезек қараторғайлатып жатырмыз. Әрең тоқтадық. Фашист бастық үнсіз. Терең күрсініп ойланып отыр. Бір шама етіміз үйренген соң «Сіз кімсіз?» дегенді айттық. Бастық орнынан тұрды. Қасымызға келіп жайғасты. Сібір жақта тек қазақтар қоныстанған Қарасу дейтін ауыл бар. Сол елдің ақсақалы Ақмырзаның өкіл ұлы боламын. Қазақша атым Балдамер деді. Содан әңгімесін бастады. Балдамер 1-ші дүниежүзілік соғыс кезінде
орыстардың қолына тұтқынға түскен екен. Сібірде түрмеде болған. Содан 17-ші жылы патша құлап дүние бүлінгенде оны түрмеден босатқан. Бірақ өкпеге тиген суықтың кесірінен өлімші халге түскен. Түрменің 40 тесік госпиталінде ажалын күтіп жатады. Бір күні госпитальға қою қара мұрттарынан май тамған, түлкі ішіктерін құлпыртып киген қазақтар келеді. Түрме бастықтарымен тамыр болуы керек. Мына өлгелі жатқан немістің баласын маған бер деп сұрап алады. Ауруды жылы орап шанаға салады да ауылына тартады. Шанаға танылған неміс есін жиса, мұртты қазақ делбесін қағып қойып, орманды жаңғыртып ән салып келеді. Сондағы әні осы Қараторғай екен. Балдемердің есінде мәңгі жатталып қойған. Қазақтар ауру немісті үйіне әкеп, қысырақтың қымызын беріп тыңайтады. Көк шыққанда адам қатарына қосылған Балдемер жылға жетпей қазақша үйреніп алады. Немісше аты Валдемар. Ақмырза алыс жуықтағы ел-жұртты шақырып той жасап, Балдемерге жүлік ұстатып бала қылады. Жылжып жылдар, ағып айлар өтеді. Балдемер қазақтардың ортасында ойнап күліп жүре береді. Бірақ заманның тарылып келе жатқанын аңдаған Ақмырза айтады: «Балдеке балам, саған айтар екі ұсынысым бар. Қайсысын қабылдайсың, оны өзің шеш». Балдемер: «Айтыңыз көке». «Бірінші айтарым, үйлен де осында қал. Аға інілерің бар, сені жалғызсыратпайды. Екінші айтарым, заман тарылып келеді. Алда қандай күн туары бір Аллаға аян. Не болмаса еліңе қайт». Содан ойлана келе, Балдемер еліне қайтуға шешім қабылдапты. Ақмырза әкесі жиған алтын бұйымдарын сатып, Петерборға адам аттандырып, төлқұжат жасатып береді. Содан 1930 жылы туған қаласы Дрезденге оралды. Мені омбыға дейін шығарып салған Ақмырза әкем: «Балдемер, қарағым, саған бір аманатым бар. Қай жерде қазақтың баласын көрсең, қамқор бол» деді. Мен көкеме ант бердім. Қазір Германияның солтүстік өңірі бойынша стратегиялық маңызды құрылымды басқарып отырмын. Көкемнің аманатын орындайын деп, тұтқындарды аралап, осы қазақ болар дегендердің бәрін құтқарып жүрмін. Барлығымыз Балдемердің әңгімесін көзімізге жас алып тыңдадық. Балдекең бізді текке жатқызып қойған жоқ, жұмыс істетті. Жергілікті адамдармен тең дәрежеде өмір сүрдік. Тіпті өзіне қарасты құрамның барлық шенді офицерлерін жинап алып, бізге концерт қойғызды. Сайраңдаумен 2,5 жыл өтті. Бір күні бәрімізді Балдемер шақырды. Осылай да осылай, соғыс тағдыры қиындады. Немістер жеңілетін түріміз бар. Ертең сендер елге барғанда бәріңді тексереді, атып жіберуі де мүмкін. Сондықтан мен сендерді басқа жаққа ауыстырмақпын. Италияға барасыңдар. Сонда американдықтардың бақылауына өткен соғыс тұтқындары бар. Соларға қосамын. Барлық құжаттарымды сақадай сай жасаттым. Американдықтар қолында болғандарды совет елі жазалай қоймас. Екінші шартым, бір-біріңді ұмытыңдар және айтпаңдар. Жанғали қария бұл әңгімені сендерге тұңғыш рет айтып беріп отырмын. Көреген қазақ Ақмырзаның аманатының арқасында түрмеден аман шығып, бір қайырымды фашист Балдемердің арқасында елге келген соң сотталмай аман қалдық деп әңгімесін аяқтады. Авторы Бекен Қайратұлы. Құрметті тыңдарман, егер де әңгіме ұнаған болса, лайк басып, комментарий жазып, каналға тіркелмеген болсаңыз тіркелуіңізді сұраймын. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын.